Сәлем, мен Анара Қайрат және бұл Easy ағылшын. Бұл видеода сіздер ағылшынша оқып үйренесіздер, яғни нөлден бастап әріптерді үйренеміз. Көп ата-аналардың мәселесі. Кішкентай балалары ағылшынша әріптерді танымайды. Мектепте, сабақта қиналады. Немесе үлкен кісілердің өздері де ағылшынша үйренгісі келеді, әріптер қиын үйренуге. Және де білесіздер, қазақ тілі латын әліпбиіне ауысқан. Яғни ағылшын әріптерін білу арқылы сіздер латын әліпбиін де біле аласыздар. Ол да сіздерге қазақ тілін үйренуге де, қазақ тілінде латынша оқуға да көмектеседі. Яғни бұл видео сабақ тек қана бір видео болмайды. Видеолар желісі, толық плейлист арнаймын. Бұл жерде әріптен бастасақ, кейін олардың оқылу ережелерін барлығын дерлік қамтимыз. Сол үшін жазылып алыңыздар. Ал бисмиллах бастайық. Ағылшын тілінде әліпби 26 әріптен тұрады. Әріп ағылшынша letter. 26 letters, 26 әріп. Оның 5-еуі дауысты, 21-і дауыссыз. 5 vowels and 21 consonants. Тағы да бір әріп бар. Қазақ тіліндегідей у әріпі дауысты да болады, дауыссыз да болады ғой. Ағылшын тілінде де дәл сондай Y әріпі бар. Ол жайлы қазір әліпбиді үйрену барысында танысамыз. Міне біздің әліпби. Бірінші әліпбиді айтып шығайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Кейде Z әріпін Z деп те естулеріңіз мүмкін. Екі нұсқасы да дұрыс. Бұл әліпбидегі әріптердің айтылуы. Яғни білесіздер ме? Мысалы, орыс тілін алайықшы. Бізде әліпбиінде M, N деген әріптері бар. Бірақ оқығанда біз оны M емес M, N емес N деп оқимыз ғой. Дәл солай ағылшын тілінде де әліпбидегі айтылуы бар, және де сөзде оқылуы бар. Сол үшін біз қазір осы әріптердің оқылуы бойынша үйренеміз. Олай үйрену өте ыңғайлы, себебі бала болсын, кім болсын, әліпбиді жаттап алады да айтылу бойынша, мысалы A, B деп. Ал оқығанда келген кезде әріптерге қарайды да, мысалы B деп оқудың орнына B деп оқып жіберуі мүмкін. Содан шатаспау үшін біз бірінші ағылшын әріптерінің оқылуынан бастауымыз керек. Ал енді әр әріпті бөлек-бөлек ассоциация бойынша жаттауды үйретемін. Яғни, бірінші әріп бізде Ә, apple. Дәл осылай жаттаймыз. Ә, apple. Яғни, apple әден басталып тұр, яғни бұл әріп бізде Ә деп оқылады. Келесі, Б, banana. Б, banana. Бұл әріп Б деп оқылады. Cat, К, cat. К, cat. Dog, D, dog. D, dog. Egg, egg. Egg. Fish, F, fish. F, fish. Осы сөзді көбіне fish деп айтады. Дұрыс емес, бізде и емес ү деген дыбыс шығу керек. Fish. Gate, G, gate. G, gate. Бұның аудармасы қақпа, орысша ворота. Және де бұл сөзді әуежайда көп естисіздер. Сіздердің кіретін есіктеріңізді, яғни ұшаққа кіретін есіктерді gate деп атайды. Hat, hat.
H. Hat. H емес, H. 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 Hat. I. Igloo. I. Igloo. Igloo деген мұздан жасалған эскимостардың үйі. Juice. 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 Шырын. Сіздер алма деген сөзді білесіздер. Алма шырыны деп айтып көріңізші. Yeah, apple juice. Kite. 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 Батпырауық. Lemon. 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 Monkey. 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 Nest. 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 Yeah. Orange. 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 Paya. 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 Queen. 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 Rabbit. 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 R емес, rabbit. Strawberry. 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 Tiger. 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 Umbrella. 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 Vase. 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 Whale. 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 X-ray. 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 Бұл бізде рентген деген сөз. Yogurt. 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 Zebra. 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 Ал енді ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстарға кезек берсек. Мен айтқандай, ағылшын тілінде 5 дауысты дыбыс бар. Олар A, E, I, O, U. Негізі өздеріңіз жаттап алу үшін осыны өлеңдетіп айтсаңыздар болады. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U деген сияқты. Сол кезде біздің 5 дауысты дыбысты осылай жаттап алсақ болады. Бағана айтып өткенімдей, Y әріпі бізде дауысты да, дауыссыз да болады. Ол жанындағы әріпке байланысты. Егер жанында дауысты әріп болса, Y әріпіміз дауыссыз болады. Егер Y әріптің жанында дауыссыз болса, онда ол дауысты болып есептеледі. Енді өткен әріптерімізді пысықтау үшін осындай қысқа 3 әріптік сөздерді оқып үйренейік. 3 әріпті екі шетінде дауыссыз дыбыстар келетін сөздерді, буындарды біз тұйық жабық буын деп айтамыз. Осындай жабық буынды сөздер оқимыз. Жабық буын деген екі шетінде екі жағынан дауыссыз дыбыстар қоршап тұрса, дауыстыны қоршап тұрған кезде. Дәл біз жаңа қалай үйреттім, дәл солай оқимыз. Мысалы, бірінші сөз В, Ә, Н, вән. Х, Ә, Т, hat. Осылай бөліп оқысаңыз болады, немесе бірден біліп тұрсаңыз, van, hat деп оқысаңыз болады. Бастауыш сынып оқушыларына солай бөліп оқыған ыңғайлырақ болады, басында Х, Ә, Т, hat деген сияқты. Енді өздеріңіз жалғастырыңыздар. Келесі сөз. Bag. Келесі сөз. Pen. Келесі. Jam. Mat. Man. Cap. Map. Tap. Cat. Bat.
Келесі жабық буындар бізде эк әрпіне арналады. Яғни жабық буын дегенді тағы бір рет қайталаймын. Дауысты дыбыс ортасында, екі шетінде дауыссыз дыбыстар. Оқимыз. Bed, pet, red, pen, hen, pen, leg, web. Келесі igloo әрпіне сөздерді оқимыз. Егер де сіздерге осы суреттер PDF вариантта керек болатын болса, PDF нұсқасында, осы видеоның астында мен Telegram каналға сілтеме қоямын. Сол каналға кіріп, тегін жүктеп алсаңыздар болады. Wig. Келесі. Zip. Dick. Fin. Sit. Pick. Mix. Tin. Orange. Cop. Dog. Hot. Pop. Log. Jog. Box. Mop. Және де осы жерде сіздерге box деген сөзге мән бергім келеді. Біз X-ray деп айтқанбыз, яғни сөздің басында X әріпі келсе, біз X деп айтамыз. Сөздің ортасында не соңында келетін болса, ол X деп оқылады. Сонда box. Келесі біздің әріп umbrella. Кәдімгі біздің әліпбидегі бірінші әріп А. Дәл солай оқисыздар. Bus. Rock. Run. Bug. Bun. Sun. Some. Jug. Бүгінге осы ағылшын тілін 0-ден, яғни әріптен бастап үйрену сабақтар желісінің біріншісі аяқталды. Сіздерге пайдасы тиді деген үміттемін. Алла зейіндеріңізді ашсын. Сіздермен болған Анара Қайрат, және бұл Easy ағылшын.